Саламатсыздарма, құрметті көрермендер, көптен бері сіздермен видеомен бөліспеп едім. Мінекей мынандай кішкентай ғана бір видеомен бөлісейін деп тұрмын. Көрпені жанын қалай скрытый шовпен тігеміз, көрінбейтін деп. Міне ішіне мақтаны, көрпені бөзге мақтаны салып, сыртындағы чехолын көрінбейтін деп тігеміз. Мен алдымен осындай инелермен ұстатып алам, ауысын бүктеп. Инемізді алып, мінекей көрініп тұрған шығар барлықтарыңызға, иә? Мына шыт матадан бір аласыздар, одан шығып, екінші мына велюровый матаға өтесіздер. Мынадан аламыз. Мына велюрдан шыққаннан кейін қайтадан шыт матаға барамыз. Сол жерден бір сантиметрдей жүріп, сразу бер қарай мына матаға ашамыз, бергі матаға. Бет тартасыздар, көрінбей қалады. Кішкене мынаған жақынырақ алып, шыттан алып, сразу бер қарай шығасыздар. Қайтадан шытқа барамыз. Сразу шытқа и бергі матаға. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ұнап жатса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Хотя бы 1000 комментарий шықса, келесі видеолардың шығуына тез болады. Ал енді менің каналымдағы қыздар қандай видео салайын айтыңыздар. Қазір орамал тігіп үйреніп жүрмін. Сол орамал тігуді үйретейін бе, көрсетейін бе, қалай ойлайсыздар? Комментарийларыңызды күтемін. Сау саламатты болыңыздар.